Бүгінгі таңда сәләфиміз деп пайғамбардың артынан ілесушіміз деп айтып жүргендер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі айтқандай, ол алтын ғасырда болмағаннан кейін ол сәләфи бола алмайды. Демек, ол өзі сәләфимін деп жариялаған адам, мен өзім космонавтпын деп айтқанмен тең дүниеде, мен космонавтпын деп айтсақ, біз космонавт болмаймыз ғой. Сондықтан мен сәләфимін, міне пайғамбардың саллаллаху алейхи айтқан хадистерін тікелей өзім оқып, тікелей пайғамбарға ілесушімін десе, онда біздің мына ата бабаларымыздың барлығы дерлік мұсылман болмай қалады онда. Сол үшін бұл үлкен қателік. Біз айтқан болар еді, қазір өзін таза тұнық исламмен жүремін деген сәләфилер, немесе құраниттер, немесе басқа да хизбут тахрир, басқа топтағылардың бәрі, оларды біз толығымен адасушы деп есептейміз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алтын сілсиле, алтын жол, ол нағыз пайғамбарымыздың жол көрсеткен ахлі сүнна жолы, яғни біздің ұстанған бүгінгі жолымыз. Қазақстан мұсылмандар династарының масылын имам Азам Абу Ханифа мазхабы бас болып, одан 3 мазхабты ол құрап, 4 мазхабпен жиналып бұл құқықты мектепте, және сенім мазхабында имам Матуриди, имам Ашаридің жолын ұстанып, осы менен біз ахлі сүнна мектебін құраймыз, Құдай қаласа. Сондықтан кейінгі жастарға өзіміздің руханиятымыздан хабардар болып, жергілікті жердегі имам ұстаздарға жақын болып, соларда қажетті болған ақпараттарды сенімді болған дерек көздерден ғана алса, сонда адаспай қоғамымыз дамайына сөзсіз сенімдіміз.